Баршаңызға сәлем, мені арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгін біз жаңа жылды, яғни қоян жылын сәбіз салатымен қарсы алатын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бір пиязды ұсақтап турап, тұз, қант және де бір қасық уксус қосып, араластырып, оған үстіне су құямыз, яғни маринадтайтын боламыз. Жарты сағатқа қойып қоямыз. Маған қажетті маринадталған пияз, сәбіз, тауық еті, жұмыртқа. Сәбізді үкіштен өткізіп алатын боламыз. Мінекей дәл осылай үкішті майда бөлігімен өткізіп алдым. Тәрелкемізге ең бірінші тауық етін салатын боламыз. Сәбіздің формасына сәйкестеп орналастырып шықтым. Енді оған маринадталған пиязымызды қойып шығамыз. Одан соң аздап тұз, бұрыш сеуіп шығамыз да майонез себеміз. Майонезді осылай ыңғайлы етіп, қалташаға құйып алдым. Одан соң жұмыртқаны үкіштен өткізетін боламыз. Мен 4 жұмыртқа қостым. Біздің сәбізіміз томпақ, әдемі болып шығу үшін томпитып жасайтын боламыз. Барлығын қасықтың көмегімен тегістеп шығатын боламыз. Одан соң тағы да майонез себеміз. Достар, менің каналымда сіздерге арналған өте қарапайым рецепттер бар. Сондықтан да менің каналымды жібермей қарап тұрыңыздар. Қоңыраушаны басатын болсаңыздар, менің каналымдағы жаңа рецепттерді бірінші болып көретін боласыздар. Ең соңынан осылай үкіштен өткізіп алған сәбізімізбен тегістеп шығатын боламыз. Бар болғаны менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазасыздар. Ол сіздер үшін оңай, ал мен үшін өте маңызды болып келеді. Қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Мінеке осылай мен құрма, мендегі соны кішкене жұқалап кесіп алдым да сәбіз формасына сәйкестеп өрнектеп шықтым. Және де сәбіздің жапырағын аскөкпен әсемдедім. Мінекей достар, біздің сәбіз салатымыз дайын болды. Жасалуы өте оңай, бар жоғы 10 минутта жасалады. Ас болсын, келесі кездескенше.